Хабарымызды жалғастырамыз. Жеңіс даңғылы бойындағы нөмірі 33-ші үйдің шатыры құлады. Осылай деп дабыл қаққан үй тұрғындары біздің арнамызға хабарласты. Олар мәселенің мән-жайын анықтап, жауапты мекемелердің назарын аудартуды сұрады. Жарты ғасырдан астам тарихы бар үйдің жағдайымен тілшіміз Гүлбада Қайратқызы танысып қайтты. Жеңіс даңғылы нөмірі 33-ші 1957 жылы салынған. Қалада 40-қа жуық ескі үй бар десек, солардың қатарына енетін бұл үйдің тұрғындарының көпшілігі зейнеткерлер. Тек зейнетақысы мен күнелтіп отырған олар үшін шатырды жөндеу көп күш. 2 жыл бұрын терможаңғыртудан өткізуге құжаттарды жинау керек болғанда, оған қажет 30 миллион теңгені тұрғындардың қалтасын көтермепті. Вот модернизация, вот нам эту смету и составляли модернизировать. Өткен жылы тұрғын үй инспекциясынан 2 сарапшы келіп құжаттар тексеріп кетті. Терможаңғырту бағдарламасы бойынша алдын ала жобалық сметалық құжаттама жасады. Біз келіспедік. Өйткені 30 миллион теңгеге күрделі жөндеу жасау керек екен. Тұрғын үйде зейнеткерлер, қарт адамдардың тұратын ескерсек, мұндай ақшаны төлеуге ешкімнің шамасы келмейді. Осы үйдің тұрғыны әскери еңбек майданының ардагері Анатолий Павлович үшін көктем мен күз айлары нағыз әуре сарсаңға салатын мезгіл. 3-ші қабатта тұратын ол жаңбыр суынан бірнеше рет төбе сарғайғандығын алға тартады. Қыруар қаржы жұмсап, үй төбесіне шама-шарқынша күрделі жөндеу жасағанымен еңбек еш кетуде. Анатолийдің көршісі де дәл сондай күйде. Айта-айта жағы талған тұрғындар көшеден өтіп бара жатқан жаяу адамның басына шатыр құлап кетпесе екен деп қауіптенеді. Собрать деньги для того, чтобы отремонтировать за свой счет, практически силы нет. Жаңбыр жауса болды, үйдің төбелері сарғаяды. Қайта-қайта жамап әктеуден шаршадық. Үйдің шатырының құлағалы тұрғанына бірнеше жыл болды. Келіп әкімдіктегілер қарап кетеді, алайда нәтижесіз. Ал егер басына шатыр құлайтын болса, адам өліп кетеді. Тұрғындардың айтуынша, үй кірпіштен салынған қабырғалары мықты әрі қалың болғанымен, үйдің әбден тозығы жеткен шатырын күрделі жөндеуден өткізу қажет. Жұрт жергілікті биліктің көмек қолын созады деген үмітте. Сондай-ақ үйдің көрнекті қаланың жерлерінде орналасқанын ескеру қажет. Себебі көп қабатты үйдің жанында облыстық филармония бергі жағында Тілеу Батырдың ескерткіші орнатылған саябақ бар. Ал тұрғын үйге жауапты мамандарға хабарласқанымызда олар Жеңіс даңғылындағы үйдің жағдайымен таныс болып шықты. Бөлімде істейтін қызметкер бар, жаңағы төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкері екеуі бірлесіп шығып қайтты. Жаңағы Победа көшесі 33-ші үйге болған жердегі жағдайды фотосуретке түсіріп, кішігірім акт составить етті. Бірақ келгеннен кейін модернизацияда тұрған кезектің қағаздарын қарап, ол үйдің кезекте тұрғанын анықтадық. Енді қазіргі жағдайын ескере отырып, келесі жылға кіретін объектілердің тізіміне қоямыз дейміз. Айтып өткен жөн, Жеңіс даңғылындағы нөмірі 33-ші үй терможаңғырту жобасының тізіміне енген қаладағы 85 үйдің бірі. Егер аталған бағдарлама бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленетін болса, тұрғындар 7-ден 10 жыл аралығында күрделі жөндеу қызметі үшін несиені өтейтін болады. Гүлбада Қайратқызы, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.